Қайырлы күн, құрметті оқырман. Сіздермен бірге әдеттегідей AG подкаст және мен Айгерім Гарифулла. Бұл каналда біз психология және тұлғалық даму жайлы тақырыптар қозғаймыз. Подкастымызды бастамас бұрын тіркеліп, лайк басып және комментариялар жазып өтсеңіздер. Бүгін бізде ерекше қонақ, еліміздің ауылдық жерінде білім саласын дамытып жүрген жанашырлары Аралбек Берікұлының командасының мүшесі, математика мұғалімі Алишер Қайрекешұлы. Қош келдіңіздер. Алматыға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Бүгін бізде білім саласында мұғалімнің жаңа портретін дамытамыз деп, мұғалім үшін өздерінің жалауларын желбіретіп жүрген жігіттермен бірге бізде подкаст болады. Ең алдымен Алишер мырза, өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз. Жақсы. Баршаға ассалаумағалейкум. Есімім Алишер, жасым 29-да, математика мұғалімімін. Жалпы осы. Бұл кісілердің идеялары өте ерекше. Біз тыңдап көрдік, зерттеп те көрдік. Өте қуаныштымыз. Осындай ер азаматтар мұғалімдердің жағдайын ойлап, психологиялық өздерін ары қарай мамандықтар мен дайындыққа деген бір үлестерін қосып жүр. Ендігі бірінші сұрағым, Алишер мырза, мына идеяны қайдан шықты, қалай естідіңіздер, командаларыңыз қалай құрды? Яғни тарихи нәрсе ғой, былай қарасақ, яғни адам өзінің бір Астанада тұрып жаттыңыздар, басқа қалаларда тұрып жаттыңыздар, соны тастап дегендей ауылға көшіп, Казнаков ауылына көшіп, сол жерде қазір мектептің, яғни осы Қазақстанда білім саласын көтерумен айналысып жатсыздар. Осы жайлы бір айтып кетсеңіз. Өзім Астана қаласының тумасымын. Енді біз туған кезде Целиноград болды. Сол Астанада өмір бойы туып өстік, оқыдық, сол жақта өсіп өндік. Енді қысқаша сразу бастайын. 19 жасымнан бастап жаңағындай математика сабақ бере бастадым. Жаңа айтқан Аралбек Берікұлы деген өзі менің ұстазым. Менің кезінде ентіға дайындаған. Өзім мектепте шынымды айтсам ешқашан мұғалім боламын деп ойлаған жоқпын. Керісінше оған қарсы болдым. Ой, бұл деген нервный жұмыс қой, мұғалімдік жұмыс ұрсын деген сияқты бізде сондай түсінік болды да. Бірақ 11 класста осылай 2 аптаның ішінде, ентіға 2 апта қалған кезде Аралбек ағайға келіп, оның өзі анам жаңағындай бар сол жігіттер бізге келді, жиналысқа көздерінде оты бар, сен обязательно бар деп. Ал ол кезде мен өзім 94-ші жылғым ғой, 2012 жылдары андай түсінік болған бізде. Қосымшаға бару деген не үшін керек ол, тек ақша төлеп, одан өзім дайындалмайын ба деген сияқты. Сөйтіп әйтеуір анамыздың жетегімен бардық. Анамыздың арқасында ғой сол кісімен сөйлескеніміз. Әуелі Алла. Сөйтіп Аралбек ағаймен 2 аптада танысып, аға бауыр болып кеттік, арға араласып кеттік. Сосын сол кісі былай айтқанда математикаға, мұғалімдікке махаббатымызды ашып, сөйтіп мен ЕНУ-ға түстім Астанадағы. Сол жақта 2-ші курс оқып жүрген кезде Аралбек ағай шақырды. Алишер осылай келіп кетші, бір әңгіме бар деп. Сөйтіп не керек, мұғалімді жинап жатырмын деді, команда керек деп. Мен мұғалімдікті ұнатпаймын, білесіз ғой, математика тем более енді үшін оқыдық деген сияқты. Сөйтті, енді желание болса үйретеміз ғой деп. Главное, желание болса болды деп. Жақсы, желание бар дедім негізі. Маған ең басты сол Аралбек ағайдың қасында жүрсем болды да маған. Аға ретінде сол әңгімесін естіп, қасында бір тамақ ішіп сөйтіп жүрген қызық болды маған. Сөйтіп бастап кеттік. Ақырындап міне Аралбек ағайдың қасында жүргенімізге, аға бауыр жүргенімізге қарап отырсам 12 жылдай болып қапты команда болғанымызға. Сөйтіп смарт білім деген орталығымыз болды, Астанада 2 орталық болды. Сөйтіп мен негізгі бағытымды тауып алдым. Ол жаңағы Назарбаев мектебі, білім инновация лицейі, бұрынғы КТЛ, РФМШ, Дарын деген сияқты мектептерге 5-6 кластың балаларын дайындау бағытын өзіме алып алдым. Өзіме осы ұнады. Яғни 5-6 кластың балаларымен жұмыс істеген маған ұнады, былай айтқанда. Солармен жаңағындай ойнап, күліп, былай айтқанда наставник ретінде қарап, білім беріп деген сияқты. Сөйтіп 2020 жылы біз жабылдық. Смарт білім орталығында карантин болып, ең басты ол проблема қаржы мәселесі ғой. Командамыз тарап кетті да, сосын Аралбек екеуміз неде жұмыс істедік еще. ТВ сабақ болды ғой, карантинде, есіңізде ма? Барлық балалар үйінде отырып, таңертең тұрады, телевизорды қосады. Балапанда. Вот сол жобада Аралбек екеуміз жұмыс істедік. Мен де сол өзім бағытымды алдым.
бесінші сынып бойынша Қазақстан бойынша сабақ бердім телевизордан. Ол да енді біздің орындалған армандарымыздың бірі болды. Себебі сол командамыз армандайтынбыз осы кішігірім орталықтан да ары қарай ассақ, миллиондаған балалар қолымыз жетсе деген сияқты. Сол кезде мен Қазақстан бойынша 600 мың балаға, айтқан аудиторияға сабақ бердім телевизордан. Сөйтіп ол проект те бітті. Енді ол проект негізі пайдасы көп болды, себебі қазірдің өзінде аяз бір нәрсе болып қалса, сабақ болмай қалса, жаңағындай ютубта барлығы дайында, мемлекетте былай айтқанда барлық дайын материалдар бар, әлі күнге дейін қолданып жүр. Одан кейін Аралбек ағай мына Астанадағы РФМШ мектебіне шақырту алды. Сол жақта енді совет директоров дейді ғой орысша, сол жақта председатель болды. Ол жаққа да енді бізді кеңес беріп, ол жақта да мен математика логикадан тренер болдым РФМШ-да. Сөйтіп ол жақта 4 ай ма жұмыс істедім. Сосын ол жақта да енді Аралбек ағайға негізі айтқан, алла жазса осы 2022-нің январь айынан сен РФМШ-ның директорлығына ұсынамыз деп. Сөйтіп біз енді қуанып жүрміз команда ретінде, аға директор болады деп, осы РФМШ-да біраз еңбек сіңіреміз деген сияқты. Бірақ сол желтоқсан айының басында енді бір ай қалған кезде директорлыққа Айнар Рахимбаевтың посты шығады Инстаграмда. Осылай өзімнің туған ауылыма директор іздеймін, эксперимент ретінде, контракт 3 жылға конкурс жариялаймын деп. Сөйтіп Аралбек ағайдың енді айту бойынша бізге ол кісіде жай ғана былай қызық үшін барсам ғой, енді өтем бе өтпеймін бе деген сияқты. Резюмесін жіберіп, ақыры өтіп, жеке собеседование өтіп Айнар Рахимбаевпен. Сөйтіп не керек, сол жаққа кететін болып қалдық. РФМШ-дағы жаңағы қызметінен айтқанда таңдау жасап, сол ауылға кетем деп айтты маған. Сосын мен де енді ойланбай бірден айттым, мен де барам деп. Өйткені былай айтқанда біз сол смарт білімді бастаған кезде Аралбек ағай бізге айтқан, жігіттер, бұл негізі мұғалімдік деген жай келіп кететін жұмыс емес. Егер болашақта шынымен де командада қалатын болсаңдар, кез келген жерге мысалы ауылға, басқа қалаға шақырса баратындай сондай болыңдар деген сияқты. Мұғалімдікке осындай салмақты қараңдар деген сияқты. Сөйтіп соны енді бәрі басымызда бар ғой, бірден келісім бердім. Тіпті үйде жаңағы әке-шешеме, әйел бала-шағама айтпай, бірден сол жерге келісім бердім. Сосын сөйтіп үйге келіп айттым, осылай мен ауылға шақырып жатыр, осындай проект бар деп. Сөйтіп РФМШ-дан бірден заявление жазып кеттік. Сосын 2022-нің январынан бастап, сол жақта 3-ші тоқсан бастап кеттік, 3-ші январдан бастап. Енді мына жерде мынандай сұрақ. Енді мына подкастта бізде көбінесе ханымдар жайлы да әңгіме қозғаймыз. Ең бірінші сіздің мынау көшеміз Астана қаласынан, бас қаладан ауылға, білмейтін жерге, таудың ар жағына, серпантинмен көшеміз деп айтқанда ханымыңыз қандай реакция берді? Енді әйелім біз танысқан кезде, мен бұл мұғалімдікте менің өмірімнің бір айнымас бөлшегі болғаннан кейін, бірден танысқан кезде мен бірден айттым, мен жұмысым осындай, командамыз бар, бәріміз мұғалімбіз, жай ғана жаңағындай тек қана жай ақша үшін жүрген ондай мұғалім емеспіз, кәдімгі біздің миссиямыз бар, командамыз бар деп. Сондықтан алла жазса үйленіп жатсақ, мен мысалы кез келген жерге кетіп қалуым мүмкін дедім да, ауыл болсын, қай жер болсын, жаңағы ұстазым не айтады, қандай жоба шығады, мен сол жаққа кетуім керек болады деп. И сонда сен де соған дайын болу керексің деп. Соны бірден айтып қойық, үйленбей тұр, соған сен келісесің ба деп. Сояға сен дайынсың ба, кез келген жағдайда өмір сүруге, жер үй болсын, енді бізде Астанада жер үй ғой бізде. Жаңағы келген жер үй болсын, ескі үй болсын, ауылдағы сондайға дайынсың ба деп. Сол кезде келісіп алдық, иә дайынмын деп. Сол үшін ол кезде менде ондай проблема болған жоқ басымда. Жаңа айттым ғой, Аралбек ағай кафеде кездесіп ұсыныс жасаған кезде бірде айттым, иә барамыз деп. Әйеліме проблема болған жоқ. Менде ең бастысы анамды уайымдадым. Анама бір сәлем жолдап қойшы. Анам айтқан подкастқа қараған кезде біз туралы айт деп. Анамды қызық қой. Сөйтіп келіп анамның, әкемнің батасын алу маған маңызды болды, ең бастысы. Түсіндіріп айттым, осылай енді мен сізге айтушы едім ғой әрқашанда, осындай жобалар шығып қалса қолдайсыздар ғой деп. Анам басында уайымдады енді. Мен қалай барасыңдар енді ол жаққа, енді Астанадан 1100 километр ғой, былай айтқанда. Оның үстіне қала емес, ауыл деген сияқты, Өскеменнің ар жағындағы. Ертең балаларың туады, оларды қалай нетесіңдер деген сияқты. Сөйтіп алан қалаумен осылай әйелім де, әке-шешем де барлығы алан қалаумен келісіп, баталарын беріп, сөйтіп жолға шығып кеттік. Алан жолында ең бірінші ниет жасадық енді. Аралбек ағай бәріміз енді келістік қой басында. Бұл жерде ең бірінші мақсат жаңағындай проекттен бір пайда алу емес, ең бірінші ниетті хижрет қылдып жаңағындай алан жолындағы қойсақ,
сол кезде біз ұтылмаймыз деген сияқты келістік. Сөйтіп ниетімізді дұрыстап шықтық жолға барып. Машаллах, ниеттеріңіз иншаллах қабыл болсын. Әмин, әмин. Өйткені хижрет жасаған кезде ниетіңде не болады, сол болады, Иә. яғни түпкі результат сол жерден. Машаллах. Енді келесі сұрағым, Астанадан мысалға ауылға барыңыздар, Казнаков деген ауылға барыңыздар, адаптация жайлы. Мысалға қалай үйреністіңіздер, қандай қиыншылықтармен кездестіңіздер. Мысалға қазір мұғалімдердің жобасы бар ғой, ауылға деген, иә? Яғни қалада оқыған студенттерді ауылға барып бір мотивационный бір нелер береді, дүниелер береді. Мысалға жақсы зарплата, үй, бірнеше мал береді деп те естігенім бар. Бір сиыр береді деп те естігенім бар. Шыны керек, оны мен өзім бір таныс кісілерден естідім. Яғни өзі сондай бір адаптация қалай жүреді бұл жерде? Не нәрселермен кездестіңіздер? Басында қалай болды? Қалай ауыл қабылдады сіздерді? Ең бірінші жобаға келісім берген Аралбек ағай мен Саят деген бауырымыз сізбен сөйлестік қой, ұйымдастырушы біздің. Сол 3 жігіт болып бардық. Қаңтардың басы 2022 жылдың. Ол кезде үшеуміз ғана бардық, отбасыз, ештеңесіз. Өйткені ол жақта енді ауылдың 2 қабатты мектебі ғой, 2 қабатты мектеп. Мектептің 3-тен 2 бөлігі мектеп, 3-тен 1 бөлігі асты балабақша, үсті жатақхана. Сол кезде енді Айдар Рахимбаев жаңа айттым ғой, 2016 жылы, енді өзім туған ауыл ғой, сол кезде 2016 жылы көмектесе бастаған кезде ремонт жүргізген екен. Сол кезде әдейілеп солай істеген ғой, мектептің барлығын ремонт жасаған кезде мектептің 1 бөлігін жатақхана қалдырайық деп. Өйткені мен болашақта мұғалімдер шақырамын бұл жаққа деген сияқты контрактпен, соны алдын ала ойлап. Бірақ енді жатақхананың деңгейі орташа болды жағдайы. Біз оны біліп бардық, өйткені оған дейін бір барып келгенбіз біз, 1-2 апта бұрын. Қарап, жаңағыдай көріп келейік деп. Сөйтіп барғаннан кейін ол жақта жобаның әрине несімен, бастамасымен ол жерде ремонт жоспарланды. Сол жерде біз 3 ай былай айтқанда шаң тозаңның арасында тұрдық. Жаңа біз бір кішкентай бөлме болды. Сол бөлмеде үшеуміз тұрдық. Сол бөлме қалған бөлменің бәрінде бұзып бітті, ремонт болады. Таңертең тұрамыз, туфлиіміз андай аппақ шаң, костюмдарымыз аппақ шаң, соны сүртіп жұмысқа барамыз. Жанымда кішкене тумбочка болды. Сол тумбочка бізде үстелдің рөлінде болды. Кішкентай тумбочка болды. Сол жерге өте кішкентай ғой енді үшеумізге. Мысалы, кружканы ішесің, жерге қоясың, тамағын ішесің, тамағын жерге қоясың, кружканы қоясың деген сияқты орнымыз болғаннан кейін. Сөйтіп жүрдік. Ол да өзі бір қызық дәурен болды. 3 ай бойы ремонт болды сол жерде. Сосын айтпақшы, мен әйелім келген кезде ремонт біткен жоқ әлі аяғына дейін. Сол кезде мен енді қалай тұрамыз бұл жерде? Әйелім 2 қабат ол кезде. 7 ай ма, 8 ай ма сондай. Сөйтіп мектепте бір жақсы араласып кеттік. Есімбек аға деген географ мұғаліміміз бар. Жаңағындай ешқайда нетпейсің, ауылдан ешқандай не іздемей-ақ қой. Мен арендаға бір үй іздеп жүргем. Біз не тұрасың деп айтты. Сөйтіп Алла разы болсын, Есімбек ағамен тұрдық 1,5 айдай. Ол қарапайым ауылдың несі ғой, ауылдың үйі. Сол жақта тұрдық. Әйелім екеуміз туалет бәрі далада, кәдімгі қақаған аязда әйелім екеуміз далаға шығамыз. Сөйтіп Аллаға шүкір, ол да бір қызық басынан кешкен дәурен болды. Сосын әйтеуір ремонт бітіп, жатақханаға келдік. Сөйтіп Аралбек ағайдың әйелдері келді. Енді Аралбек ағай енді әйелі бар, ол кісінің 5 баласы бар, үлкен семья ғой. Сөйтіп бәріміз орналастық. Сосын бір қызығы, бұл осы жобада 2 балам осы жақта дүниеге келді. Қызым да, ұлым да осы жақта келді. Сол. Қысқаша адаптация осылай болды. Және енді бұл не жағы ғой, жаңа материалдың жағы, тұрмыс не жағы. Ал адамдар жаңа айтатын болсақ, адамдар әрине 2-ге бөлінді. Ол жаңа қолдайтындар, қолдамайтындар деген сияқты. Енді ауылдық жерді бәріміз білеміз ғой енді. Негізі мен енді айтпаймын, барлық ауыл сондай деп. Бірақ осы ауылда бір проблема, ол жаңағында не болды? Өсек, өтірік, сонымен кездестік. Жала жабу деген сияқты. Біз туралы неше түрлі ауылда фантастика әңгімелер көбейіп кетті. Сондай бір кінәлар тағып, жаңағындай сондай проблемалар болды. Оның бәріне өттік. Енді проблема әрқашанда болады ғой. Қазірде проблемалар бар. Бірақ командамызбен бірге болғаннан кейін оның бәрін өтіп жатырмыз. Бұл жерде мен бір түсінгенім, ауылға өзің жалғыз барсаң, или бір 2 напарникпен барсаң, ол жақта шыдамайды екенсің негізі. Өйткені морально ол жақта моральный қысым, эмоциональный нелер өте сынақтар көп болады. Сондықтан біз
мен ойлаймын әуелі алла, екінші мына командамыз, енді бұрыннан бері командамыз ғой, енді айттым ғой, 10 жыл болды, 12 жыл болды деп бірге жүргенімізге. Сондықтан бір проблема болады, ашуланамыз, жынданамыз, жаңағындай көңілің қалады деген сияқты адамдар. Бірақ кешке жиналамыз да командамызбен, ужиннан кейін сөйлесіп, қайтадан ниетімізді жаңартып, не үшін келдік еске түсірейік деген сияқты. Кіммен жұмыс жасап жатқанымызды түсінейік. Бұл жерде біз енді қала емес, бұрынғыдай бұл ауылдың адамдары, соның бәрін ескеріңдер деген сияқты бірімізге Аралбек ағайдың жаңағы ақылымен сөйтіп қайтадан энергиямызды көтеріп аламыз да ары қарай кете береміз. Сіздердің істеп жатқан жұмыстарыңызда ең алдымен Аллах тағала сіздерге күш қуат берсін, көп сабырлық берсін, ниеттеріңізден тайдыртпасын деп тілейміз. Енді мынау айтып жатсыз ғой, бір отбасыдай, бір отбасыдай болған, бір-біріңізге күш беріп отырған, мынау сыртқа келіп жатқан факторлармен бірге күресіп жүргенде, ол да біраз көп эмоциядан бұрын энергияны алады. Яғни командаңызда қандай кісілер бар екенін бір айтып өтсеңіз, яғни қалай бір-бірлеріңізге психологиялық жағынан, моральдық жағынан қалай былай не бересіздер? Қолдау бересіздер. Жақсы. Аралбек ағай енді ол лидер, таза. Бұрыннан бері өзіміздің ұстазымыз, жол көрсетушіміз, тәлімгеріміз. Ол да математика мұғалімі. Ауылға барған кездегі функциясы мектеп директоры. Ал командада басшымыз, ақылшымыз. Сонда келген проблема болса Аралбек ағайды шақырып бәріміз бірге шешеміз. Сондай сол кісіні тыңдаймыз. Одан кейін мен математика мұғалімімін. Менің бағытым жаңағы 5-6-7 таза. Одан кейін Саят, ол бізде спорт жағынан, өзі джиу-джитсудан жаңағы күреспен айналысады. Одан кейін гимнастикадан 3 дүркін 4 дүркін Қазақстан чемпионы. Одан кейін биіктіктен суға секіру спорты бар ғой, әртүрлі маневрлар жасап. Сол бойынша бір 3-4 дүркін чемпион, сондай мақсатпен барды. Одан кейін оған қоса ол Аралбек ағайдың оң қолын қызметін атқарады. Өйткені ол жаққа барған кезде өте көп әкімшілік жұмыстар бар екенін байқадық. Документ бойынша қалаға бару керек, закуп жасау керек деген сияқты. Көбінесе сондай маңызды шоу болып қалатын шаруаларды Саят өте жақсы шешеді. Ол жігіттің ұйымдастырушылық қасиеті өте жоғары. Тіпті осы жаңағы подкастты ұйымдастырып отқан, семинарларымызды барлығын сол жігіт біздің энергиямызды сақтап, сол жігіт өзі келісіп, уақытын бәрін біз келеміз да. Снабжать етіп отырған сол кісі. Біз келеміз да, әңгімемізді айтып кетеміз былай айтқанда. Одан кейін Алихан бауырымыз бізде, бұл да бұрыннан келе жатқан командамыз. Астанадан бері мен бірге бастады бұл жігітті Аралбек ағаймен. Жасы 28-де. Бұл жігіттің қызметі дизайн жағынан. Веб-дизайн, UI, UX дизайн дейді қазіргі. Сондай дизайнмен айналысады. Одан кейін қазіргі уақытта алып жүрген қызметі мұғалімдерге арналған дизайн. Яғни сабақты қалай упаковать етуге болады, өзінің тақырыбыңды қалай жай ғана бүйтіп ауызбен емес, слайдқа жаңағы әдемілеп түсіндіріп, суреттермен, музыкасымен соны үйрететін мұғалімдерге. PowerPoint бар ғой енді, презентация жасайтын. Сол жағынан мұғалімдерге көмектеседі. Сол мектебіміздің барлық әлеуметтік желілер осы жігіттің мойнында. Фото, видео деген сияқты. Сол. Онымен қоса бұл жігіт қасымызда отбасылық центр бар бізде, коммунити центр деген. Сол коммунити центрдің координаторы былай айтқанда. Басшысы жоқта әртүрлі бізде балаларға фильмдер қойылады, әртүрлі ойындар болады деген сияқты. Ол туралы қазір айтып өтемін. Сол Ықыласжан деген бауырымыз математика мұғалімі. Ол жігіттің бағыты орысша береді сабақты, мен қазақша беремін. Бірақ ауылға келгеннен кейін қазақша, орысша барлығын беріп жатырмыз. Сол жалпы. Отбасы жағын, жамағат жағын, машаллах барлығын ашып айттыңыз. Енді мынау кәсіби жағын айтсаңыз. Мысалға, қаланың балалары мен ауылдың балаларының арасындағы бір айырмашылықты айтсаңыз. Мысалға, болады ғой, сіздер осы уақытқа дейін білім саласындағы именно оқу центр дедіңіз, яғни РФМШ дедіңіз, нишқа дайындау, КТЛ-ге дайындау. Ол жақтағы балалармен жұмыстар қалай жүргізіледі? Бір айырмашылығын айтып өтсеңіз. Өзім сезгенім бойынша
қала мен ауылдың баланың арасында айырмашылық өте көп, жер мен көктей деп айтуға болады. Әрине кез келген жерде таланттар бар, қалада да бар, ауылда да бар. Бірақ мен орталықта жұмыс істеген кезде, Астанада салыстыратын болсақ, бізге енді орталыққа кім келеді енді? Жақсы оқитындар келмейді ғой. 3-ке оқитындар келеді, 3-тен 4-ке көтерілім келеді, 5-ке шыққым келеді деген сияқты балалар келеді ғой, проблемасы бар балалар. Сол жақта мен енді үлкен тәжірибемен соқтығыстым. Өте төмен балалармен жұмыс істедім. Сол арқылы өзімді шыңдадым деп айтсақ болады. Әртүрлі методикалар құрастырып, сондай болады. Мұғалімнің бір дерті болады ғой. Сабақ түсіндіресің, бала түсінбей жатады. Уайымдай бастайсың, қалай түсінсем болады деп. Үйге келесің, ютубта ақтарасың. Соның арқасында мен әртүрлі американдық, европалық, әртүрлі Сингапур, Малайзия деген сияқты әртүрлі ютубтан әдістер қарап, соны үйретіп, нете бастадым да, әртүрлі методика қолдана бастадым да. Сөйтіп мен Астанада ойлайтын, мен неше түрлі методиканы білемін, опыт бар деген сияқты. Кез келген балаға түсіндіре аламын деген сияқты. Енді бұл да Алланың бір мейірімі ғой. Ауылға жіберіп бізді маған көрсетті де, бұдан да негізі мықты тәжірибе жинауға болады деген сияқты. Сен әлі өзің шыңға жеткен жоқсың, одан да өзіңді шыңда деген сияқты. Мен сондай бір белгі ретінде түсіндім да бұны. Өйткені ауылға келген кезде келдім да, сондай ой болған, енді Астанада жұмыс істеп жүріп қой, ауылда енді оңайырақ болса деген сияқты. Келген тақырып түсіндіріп тастайын деп ойладым да. Бастаймыз, түсіндіремін сабақты, түсінбейді. Түсем кішкене. Андай жеңілдете бастаймын да, түсіндіру әдісін. Төмен түсем, түсінбейді. Ең төменіне түстім, түсінбейді балалар. Сол кезде мен өзім бұл айтқанда кішкене депрессия болып қалдым кішкене. Қалай бұлар соны түсінбейді деп, бұны енді Астанада кез келген троечникқа, двоечникқа бұны түсіндіріп жүрдім ғой деген сияқты. Сондай бір басында кішкене не болды, депрессия болды. Не істеймін деген сияқты. Әрі қарай қазбай бастадым, неше түрлі методикаларды қарастыра бастадым, интернетті шарлап, сөйтіп әртүрлі қолдана бастадым да. Сөйтіп мен Алланың қалауы ғой, сабақты түсіндіріп жатамын да. Сосын түсіндіру барысында бірден бір жаңа методика шығып жатады ғой кәдімгі ауыздан. Одан былай түсінуге болады екен ғой айтпақшы деп кәдімгі түсініп кетемін да. Момент. И балалар түсіне бастайды уже. И сондай кезде кәдімгі энергия алып, қуанып мотивация алып қаласың да. Бірақ мен түсінгенім шынымен де ауылдың балаларының былай айтқанда қабылдау деңгейі кішкене қиындау екен. Әрине енді ауылда да бар ғой. Міндетті түрде бір отличник болады, не болады деген сияқты. Бірақ негізгі масса өте қиын. Негізі жұмыс істеу, оларға жеткізу, олардың назарын аударту өте қиын. Енді қазір осы подкаст көрген адамды айтады шығар, қалада дәл сондай проблема деп. Бірақ мен ауылда 8 жыл жұмыс істедім ғой, салыстырмалы түрде бәрібір де айырмашылық бар. Енді қараңыз, бұны зерттей бастадық. Мектепте сол мектептің психологы бар, командамызбен отырып зерттей бастадық та. Сөйлескен кезде ең қызығы, Аралбек ағай да математика сабақ береді ғой. Ықылас ағай сабақ береді. Алихан ағай барлығы жұмыс істей бастаған кезде барлығымыздың аузымыздан сол сөз шықты. Қиын болып жатыр түсіндіру. Түсіндіріп жатырмыз максимально, бірақ қиын болып жатыр деп. Бұлар қалай түсінсек болады деп. Бұл бәрімізге бір сынақ болды. Өзіміздің жаңағы кәсіби дәрежемізге. Енді түсіндіре аламыз да, бұларға жеткізе аламыз деген сияқты. Қаншалықты біз мықты мұғаліміміз деген сияқты. Сөйтіп әйтеуір зерттей бастадық. Сөйтсек, бұл жақта өте жаңағыдай кешенді проблема, әртүрлі факторлар бар екен. Тіпті біз генетикаға дейін бардық. Яғни бұл жақта отбасылар зерттей бастаған кезде, енді әрине ауыл болғаннан кейін бұл жерде отбасылық жағдай өте қиын екен. Мысалы, айталық бір баланы зерттейсің, қарасаң ол мысалы әке-шешесімен ажырасқан, мамасымен де тұрмайды, папасымен де тұрмайды, әжесімен тұрады, немесе нағашысымен тұрады деген сияқты. Немесе бір қарайсың, ол жаңағы енді ауылдың адамдар сұрастырамыз, зерттеп енді жағдайларын, отбасы жағдайын. Бірін қарасақ, мысалы, үйінде әке-шешесі ішімдікке салынған деген сияқты. Оның мысалы ата-әжесі де сондай болған деген сияқты, былай айтқанда поколение дейді ғой, поколение бойынша проблема бар деген сияқты. Енді сондай нәрселер біз зерттей келе түсіндік, кейбір жағдайларда баланың генетикасында уже ауытқулар болады екен бәрібір. Былай сырт келбетін қарайсың, қарапайым бала, қай жері кем емес, бірақ интеллект жағынан ол бала мысалы 12 жаста болса, оның интеллекті 7-де 8-де болуы мүмкін деген сияқты. Осындай проблемамен соқтығыстық. Одан кейін эмоционалды жағдай. Кәдімгідей, қазір Құдайға шүкір, енді оны кішкене дұрыстадық, бірақ біз келген кезде балалар жаңағындай өте жабық, өте жаңағы қысылып қалған, тіпті былай түрінде көрініп тұрады. Тақта шақырсаң, былай шығады, былай қарайды деген сияқты. Сондайлар болды, проблемалар. Соны біз енді жайлап жұмсақ сөйлеп, ойнатып сөйтіп аштық. Тіпті мына Инстаграмда
мен WhatsApp статустарымда алаң қалаумен кісілер көреді да айтады да, мына жігіттер мен сені барғаннан бастап қарап жатырмын дейді да, видеоның өзінде қарайтын болсам балалардың көзі басқаша дейді да. Басында көрген кезде көздерім андай өшіп қалған, бір қорқынышындай болатын дейді да. Мысалы мұғалімнен қорқады, мектептен қорқады, ал қазір андай еркін дейді, тіпті камерадан қорықпайды қазір, уже ойын ойнап уже көздері жанып жүреді да, кішкене болсын. Вот сондай проблемалармен соқтығыстық. Сөйтіп біз түсіндік, ол жаңағындай былай айтқанда комплексный проблема. Отбасында да, мектепте де бірінші класстан бастап көңіл бөлмеген балалар болды. Сосын үлкен проблема. Мен енді шынымды айтсам енді таңғалғаным, Астанада мысалы двоечник, троечник келеді ғой, бірақ сен оны тексеру арқылы білесің да, ол троечник болса да әйтеуір қосу біледі, азайту біледі, көйду кетесін біледі шамалы болса да әйтеуір. Ал мына жаққа келгенде мен таңғалғаным, 10 класс 11 класстың арасында балалар болды, жай бөлшектерді қоса алмайды, таблица умножения көбейту кетесін білмейді. Бір андай екі таңбалы санын қосуды айтып қалсаң ойланып қалады деген сияқты. Сондай өте төмен деңгейге түсіп кеткен академиялық деңгейде біз байқадық. Менің ойымша жаңағы ата әжесінің қолында тұратын балалардың мама папалары қалаға жұмысқа кетуі мүмкін. Ондай да мүмкін, иә. Мысалға баға тұрыңдар, қазір біз ақша табу көзіне кетеді көбінесе. Я болмаса ешқандай ауылдық жерлерде бір айналысатын зат болмағандықтан адамдар сол бір басқа енді кесірі тиетін заттармен айналысады, содан да болуы мүмкін. Яғни шынымен ондай ауылдар көп. Көп, иә. Ондай ауылдармен біз енді мұғалім болған кезде де бала ата-ананың айнасы осы жерде де айтылатын нәрсе. Шынымен де ата-анасы үйінде семьялық жағдайы қалай болса, мектепте де сол нәрсені көрсетеді. Иә. Осы жерде мысалға сіз ата-аналарға не айтар едіңіз, бір өздеріңіздің зерттеп келген, мысалға бізде көп көрермендер көреді, сол бір ата-аналарға бір лайфхак айтасыз ба, я болмаса бір өзіңіздің беретін бір советіңіз болады ма? Баланың, мысалы, математика жағын айтайық. Математикадан баланы жақсартуға бір 2-3 бір не айтсаңыз? Ата-аналарға нақты айтарым, ол жай ғана баланың өміріне, оған қоса мектептік өміріне атсалысыңыздар белсенді түрде. Өйткені мен өзім енді айттым ғой, мен бірінші бағытым ол нешкі тілге дайындық. Топта да оқытам, жеке де оқытам, онлайн да оқытам. Сол кезде ең бірінші байқайтыным статистика бойынша кімнің ата-анасы белсенді, сол балалар түсіп кетеді да нешкі. Байқайсыз ба? Мен әрқашан айтамын, жаңа үштік болу керек. Үшбұрыш сияқты. Ата-ана, мұғалім, оқушы. Сондықтан неғұрлым белсенді болсаңыз балаға қатысты, соғұрлым сіздің балаңыз жетістікке тезірек жетеді. Сосын былай айтқанда, енді орысша айтады ғой, заинтересованный деп. Сіз бір андай қызығушылығыңыз болу керек та балаға деген. Бала мысалы тіпті жаңағындай сабақтан былай тұрғанда қандай достары бар, мысалы класста кіммен араласпайды деген сияқты. Ол тіпті мысалы сыныптағы поведениесі қандай, көрдіңіз ба? Көп ата-аналар, мен таңғалған осы тәжірибемде, Астана болсын, ауыл болсын, көп ата-аналар жиналысқа шақырған кезде баланың мінез құлқын сипаттай бастасаң, таңғалады ғой. Мен балам осындай ма деп. Көрдіңіз ба? То есть бұл енді егер сен балаңмен тығыз, достармен енді адуша араласасың ғой, досының қыр-сырын білесің ғой. Сол сияқты балаңмен де сөйтіп аралассаң, бүгін мінезін білесің, не жақсы көретінін білесің деген сияқты сырласып, сондай болса, сенде проблема болмайды балаңмен. Мен түсінгенім. Ал мен жағдайымда көп ата-аналар былай келеді, мен білмеген екенмін дейді, оказывается. Үйде мысалы басқа дейді да, мен білем, кез келген баланың мен былай әзілдеп айтамын да, 3 маскасы бар кез келген баланың. Әсіресе жасөспірім кезде үйде басқа маска, мектепте басқа маска, достарымен басқаша маска. Сондықтан мен олардың барлық несін білемін да, балалардың. Мұғалім болғаннан кейін мен барлығын білемін, жаңағы үйінде қандай екенін білемін, бармасам да. Ата-анасымен сөйлесем ғой, үйде қандай екен. Достармен де қандай екенін білемін. Өйткені біз сыныптан бөлек те қыдырамыз, шетел пикникқа шығамыз, киноға барамыз деген сияқты. Сол жақта енді айтады ғой, жаңа бір адам таныған кезде сапарға шық деп. Сол сияқты әртүрлі жерге ивенттарға барған кезде білесің кімнің қандай екен. Сондықтан айтар едім ата-аналарға, максимально балаңыздың өміріне атсалысыңыз. Сол сіздің қызығушылығыңызға айналсын. Енді мен түсінемін,
енді білмеймін, енді отмазка деп айтуға бола ма болмай ма, бірақ көп атамен сөйлескен кезде енді біздікі жұмыс қой енді дейді, не істеймін, сен жұмыс қой біздікі деп. иә мен түсінемін енді, бірақ үйге келген кезде 1 сағат па жарты сағат па жай отырып сөйлесіңіздер. Бізде енді қазақта сондай бір менталитет бар ғой, тамақ ішкен кезде ол да бір не сияқты да, официальный сияқты да. Отырасың, жаңа бір артқын айтып қоймау керек, сен баласың, олар әке шеше деген сияқты, бір тартынып отыратынбыз деген сияқты. Бірақ шынымен де кәдімгідей тым болмаса шай тамақтың үстінде бір әңгімелер айтылу керек. Мен сізге психолог ретінде айтайын, ол ата-ананың выгодасы сылтау шынымен де. Шынымен де баланың өміріне араласпауы мына ата-ананың өзінің ішкі бір выгодасы болады. Шынымен де мүмкін. Яғни баланың өмірінде көп орын алмайды да, мысалы жастық шақта бір 50 жасқа дейін дейік, сосын оған дейін не дейді, оқы, сен бізді асырайсың, сенің қолыңда қалатын болдық біз, сен түс грантқа дейді, грантқа түс дейді да балаға. Яғни ол баланың грантқа түсетініне ата-ана қандай бір нәрселер жасап жатыр, қандай атсалысып жатыр, қызығу, вообще өзі заинтересован ба? Шынымен де ата-ана өзі, как будто біздің ата-аналар мынандай жасайтын сияқты да, өзінің бір пенсиядағы уақытын не гарантированный қойғысы келеді да. Гарантия, бітті. Сен мені асырайсың. Мен саған жұмыс істедім. Мен осы 50 жасыма, 60 жасыма дейін сендер үшін жұмыс жасадым. Сосын бітті, енді сендер бізді асырайсыңдар деген сияқты. Уже ана балада да психологиялық не пайда болады. Енді докажу, покажу. Яғни біз психологияда мынандай нәрсеге де кездесеміз да. Бір ер адам келіпті да, Табиғат ағайдың бір консультациясына. 5 бизнес па, 6 бизнес па ашып тастаған дейді да. Енді бірақ өмірдің мәнін таппаған. И ойлайды да, ер адам мысалға. Ер адам не, қандай мән? Сөйтсе әкесінің бір жылы сөзін естімегендіктен. Сол яғни мектепте де айтады, мұғалімдерде де айтады, сенен түк шықпайды дейді. Бітті содан. Бала не істейді? Мына өмірге бір кектеніп алады, бір нәрсені ұстап алады да, сонымен жүрет, бір 30-ға келгенде өзі ата-ана болған кезде қай жерде не ошибка кеткенін білмейді. Ойлана бастайды. Кім үшін жасап жүрмін вообще? Яғни 5 бизнесі бола тұра, ақшасы бола тұра, бәрі бола тұра, бірақ жүректің тыныштығы жоқ та ол кісіде. Яғни шынымен де сіз айтқандай 3 жаңа треугольник дегеніміз өзі де қатты влияйды. Яғни бір бала бар, мына жағынан ата-ана келеді, мына жағынан мұғалім келеді. Яғни осы бір треугольникті дұрыстау әркім сіздің айтып жатқан жағыңызды да мұғалімдерге де пайдасы тиеді негізі. Әрине. Тыңдап былай оқушыны тыңдай алса. Осы мұғалімдікте түсінгенім, негізі пән, мысалы сен мұғалім болсаң, сенің пәнің ол жай ғана балаға жақындаудың жай ғана бір жол екен. Бірақ түп тамырында кез келген мұғалімнің функциясы, мақсаты сол баланың ішіндегі бір мүмкін ашылмай жатқан бір потенциалды сыртқа шығару, талантты сыртқа шығару екен мен түсінген бойынша. Ал сенің пән ол жай ғана сылтау былай айтқанда. Ол мысалы мен математика мұғалім болса, мен математика арқылы оған жол табуым керек. Сен географ болсаң, сен география арқылы соған жол тап деген сияқты. Көрдіңіз ба? Себебі мен былай ойландым да, алдыма балалар келді, мен түсіндім. Негізі мен миссиям оларға мысалы, енді бәріміз білеміз, барлығы математик болмай тұрсыз ба? Мүмкін 95%-тен математик керек болмайды деген сияқты. Соны ойлай келе мен түсіндім, негізі математика арқылы сен жай ғана былай сырт көзбен қарап жүру керексің да, кім қандай қасиеті бар деген сияқты. Ал негізі көп мұғалімдер соны жаңағы математикасын бүйтіп тықпалай береді да. А мен былай істеймін, барлығына базаны берем, осы мектеп қабырғасына нені білуге тиіс еді, минималды өмірге керек, соны берем да. Сосын бір 2-3 бала болады мықты, оларға қиын есеп берем деген сияқты. Ал былай өзім сырттан бүйтіп бақылап жүрген кезде күнделікті өмірде қараймын, бір мысалы биге жақын, бір жана тиктокқа видео түсіріп жүр, қараймын да мынау болашақта енді бір блогер бола ма, видео түсіре ма, контент түсіре ма, бірге қараймын мысалы бір сурет жақсы алады деген сияқты. Бос уақыттарда сөйтіп бері шығарып алып, сол жағынан балаларды бүйтіп кеңес бере бастаймын,
бір жаңағы конкурс болып тұрса, конкурстарға бүйтіп тартамын, мысалы мына жақта осы сурет салатын не болады екен, соған сен барып келші деген сияқты. Хотя мен мысалы класс жетекші емеспін, дұрыс па, бірақ мен бүйтіп қарап жүрмін сырт көзбен. Бұрын енді ата бабаларымыз сондай болған ғой негізі, ұстаздың айтқанын 100% орындаған да. Ұстаздан барып сұраған, ұстаз, мен жаңағы болашақта қайда барайын деген сияқты. Сол кезде шәкірттен айтқан, так, сен осындай қасиетің бар, сен осы жаққа бар. Сен мысалы дінге жақын, сен дінге бар. Сен ғылымға бар деген сияқты. Сен өнерге бар деген сияқты айтып отырған, сол ұстаздарын 100% тыңдағанда, сол сияқты мен де соған амал етуге тырысамын. Балаларым жаңа әртүрлі қасиеттерін көремін да. Мысалы бір тенниске жақын ба, бізде мысалы 20 минут қоңырау бар. Ол да өзі білет, аға 20 минут қоңырауға жүріңіз деп, біз барып настольный теннис ойнаймыз деген сияқты. То есть былай айтқанда, соның бәрін мұғалім қарап жүру керек. Мұғалім мен оқушының арасындағы бір барьерді бұзып шығу ғой. Иә, бұзып шығып, сен оған жаңағындай сырлас болу керексің да. Өйткені менде өмірде көп кездесті, мысалы андай оқушыларым келеді да, Альсерға жаңағы айтады, ешкімге айтқан жоқ, үйге айтқан жоқпын, сізге айтсам бола ма деген сияқты. Сол кезде ойлап қаласың да, қандай бұл қарым-қатынас деймін да, мысалы әкесіне айтпай сенімен бөлісетін мысалы. Сондай болу керек негізі. Зато сен мысалы баланың может бір өмірін сақтап қалдың бір кезде, мысалы, дұрыс па? Мысалы бір депрессия көрсе, саған келіп айтты, сен жайлап ата-анасымен сөйлесіп, жаңа келісіп, бір оны жаңа проблемасын шешіп жібердің деген сияқты. Вот сондай, мен ойлаймын, сондай болу керек мұғалім портреті. Жаңа сабағында тықпалай бермей, неге ол сен сабағында оқысы келмейді, соған үңіліп, или ол түсінбей жатыр, немесе оған жаңа табиғатына келмей жатыр деген сияқты нәрсе. Мысалы, мен өз басым КТЛ бітіргенмін. Бізде мынандай болатын, мұғалімдеріміз үйге қонаққа баратын, обязательно бір чай ішуге баратын. Яғни мұғалімдердің сол кезде мен ойлайтын, осы біздің түрік ағайлар мен апайларға зачем мен үйіме келіп көріп кету? И сіз жаңа айтып жатсыз ғой, бір отбасында столдың басында отырғанда тып-тыныш отыратын едік, былай отыратын едік. Яғни қазір қарап отырсақ, сол кісілердің бір өзінің методикасы. Яғни баланы не только мектепте, отбасында қалай? Отбасында ата-аналасының баласына деген көзқарасы қандай? Вообще баласынан не күтеді? Мен есімде 11-ші сыныппыз, түрік ағайларым мен апайларым келіп отыр, енді қазақ апайларымыз бар, бәрі келіп отыр. Менің әкемнің бірінші қойған сұрағы ол математикасы қалай? Ең бірінші сұрақ. А мен математикадан енді 5-ке оқыдым деп айтпаймын. И математика ағайымның бір несі бар, болған бір оқиғасы бар. Бететін. Сен анау отличницаның қасына отыр, содан көшірш, болды, басқа жұмысын жоқ. Яғни ол кісі білетін еді, мен математик точно болмаймын. Точно болмаймын. Етті, кәріс подругам болды, Лариса деген, сол кісі қасында отырады, түрікше айтатын ана қызға. Анаған бер, шамал қарасын, көшірсін, жазсын. Яғни андай емес еді, сен математика білмейсің, болды, сенде 3, сенде 2. Менің математикаға деген махаббатым болмаса да, мұғалімге деген махаббат болды, что ол менің жағдайыма түсіп, түсінді, что мен шынымен де математик болмаймын. Мен психологпын, болмаса ағылшын тіл пәні мұғаліммін дегендей. Сол сияқты шынымен де балаларға көп не беріп жатыр екенсіздер. Прям бір өмірге деген бір не болады ғой, көрініс. Сіздердің командаларыңызға қарайды. Ол кісілер ойлайды, міне мұғалім болған кезде осындай командамен жұмыс жасауға болады екен. Мысалы, сіздердің ынтымақтастарыңызды көреді да, шынымен де достарыммен қалай қарым-қатынас жасаймын енді. Сіздің әйеліңізбен қарым-қатынасты көру мүмкін жатақханада, мысалы, ауылда кішкентай болатын болса, яғни әйел мен ер адамның арасындағы. Машаллах, прям жақсы идеяларыңызға прям тәнтімін. Аллах тағала тағы да тіл көзден сақтасын енді. Сіздер қаладан ауылға көштіңіздер. Бір идеяны мақсат қойдыңыздар. Соған жететін проблемалармен кездесіп жатырсыздар қазір. Енді мұғалімнің бір портретін өзгерткілеріңіз келеді, яғни қазіргі мектепте кім жаман, мұғалім жаман. Ата-ана келеді да, кімді бірінші жейді. Анау бар ғой, 5 алсам мен алдым, 2 қойса апай қойды деген нәрсе бар ғой. Онда біз психологиялық жағына да қараймыз. Яғни сол сияқты қазіргі мақсаттарыңызда қазір қандай проблемалармен кездесіп жатсыздар?
вообще мынау жүріп жатқан жолдарыңызда қай жерге дейін жеттіңіздер деген сұрақ. Бұл жобада қандай нәтижелер болып жатыр? Менің бір жаңа жүрегім тынышталатын жері ол мен өз бағытымда осы жаққа келгенде нишкател бағыт деп айттым ғой. Сонымен ойлап көрдім, осы ауылда соны істеп көрейінші деп, сабақтан тыс уақытта. Сосын соны істеп көрдім өз сыныбыммен, 6 класспен. Сабақтан кейін сағат 4-тен кешкі 6-ға дейін, 7-8-ге дейін, түнге дейін қалып дайындалатынбыз. Сөйтіп дайындалып 8 баланы дайындадым. Сөйтіп олардың 4-еуі Өскемен қаласындағы Дарын деген не бар ғой, Дарын мектептері. Сол Дарын жаңағы ішінде көп қой енді мектептің түрлері. Жамбыл атындағы мектеп лицейі бар, IT, физмат деген сияқты. Соның ішінен біз таңдадық. Мен Өскеменді білмеймін ғой, өзім Астанада енді келдім, зерттей бастадым. Нишқа біз үлгермедік. Шыны керек, өйткені біз өзі қаңтар айында келдік. Сөйтіп біз КТЛ-ге тапсырып көрдік. КТЛ-ге жігіттерім өтпей қалды. Одан кейін осы жаңа Жамбыл мектебіне таңдаған себебі осы Дарынның ішінде мектептердің тек қана Жамбылда ғана жатақхана болды да. Ауылдан келетін балаларға жатақхана керек қой міндетті түрде. Сөйтіп осыны таңдап, құжаттарымызды тапсырып, дайындалдық. 8 баламның 4-еуі өтті, Аллаға шүкір. Соның 4-еуі өтті, бірақ белгілі себептермен 3-еуі ғана қазір оқып жатыр Өскеменде. Бір жыл, оқығандардан 1 жыл болады. Алла жазса 7-ші класты бітіреді сол мектепте. Аллаға шүкір. Ол жаққа түскен балаларым кәдімгідей келіп тұрады ғой ауылға. Келісімен бірден маған келеді. Жаңа ауылды аралап қыдырамыз, өздерінің қызықтарын айтады. Аллаға шүкір, түрлерін қарасам кәдімгі өзгеріп қалған. Енді ауылдың балалары сияқты емес, түрлерін қарасам кәдімгі қаланың балалары, түрлері бәрі енді былай айтқанда свежий болып, былай айтқанда көрініп тұрды. Көздері басқаша, әңгімелері басқаша, ана жаққа достар табады деген сияқты. Сондай жақсы өзіме сондай бір жүрегім тыныштық былай айтқанда. Неге тыныштық деп айтамын? Себебі басында жаңағыдай депрессия болды да менде. Мен осы ауылға келмей не істеп жатырмын деген сияқты, қандай нәтиже бар деген сияқты. Бірақ түбінде мен өзім табиғатым, мен түсінгенім, мен табиғатым бойынша мен нәтижені адам емес екенін соны түсіндім. Мен нәтижеге жеткіп сол бір нәтижені қойып қойсам, маған соған жету өте қиын болады. Мен сол жолы күйіп кетемін да. Одан кейін мен просто жаңағыдай жолға ғана не қойдым, акцент қойдым. Жұмысымды істеймін, сапалы істеймін, өз қолымдағы барлығын істеймін да. Ал ар жақта 1 жылдан кейін түсем бе түспей ме, оған басым қатырмаймын деп өзім шештім. Өйткені ол болашақтағы әлі болмаған нәрсеге мен энергиямды құртады екенмін да. Сөйтіп енді Аллаға тапсырып, тек қана сол білімді беріп жатырмын, қолымнан келгенін істеп жатырмын. Сөйтіп көшкен кезде керісінше нәтижелер басқаша бола бастады да, былай айтқанда. Енді нәтижені артынан қусаң, сен басында бір цифра болады, мысалы, так, осынша бола ма, осыншасын түсіремін дейсің да, соның артына келесің, күйіп кетесің ар жағында, былай айтқанда. Ал енді мектеп бойынша жалпы айтатын болсақ, мен бірден айтамын, мен шындықты айтпаймын, ана жаққа барып ауылды жарып жатырмыз деп, мектепті жарып жатырмыз, бір нонсенс істеп жатырмыз деп. Бірақ қанағаттанарлықтай нәтижелер бар. Оның ішінде тек қана академиялық қана емес, рухани, психологиялық нәтижелер өте көп. Мен өзім табиғатым жағында не ғой, көбінесе маған келген жаңағы әртүрлі тесттер тапсырамыз ғой, психология. Сол кезде менің психологический типім андай екен да, көбінесе психолог, жаңағындай тренер, воспитатель, тіпті андай бір европейский кітаптар бүйтіп жазып тұр да, священник в церкви деген сияқты. Енді біздің тілге аударғанда не ғой, енді имамдық қызмет деген сияқты. Жаңағындай адамдармен жұмыс сондай екен. Сол үшін мен сол жағына қараймын да көбінесе. Сол сөйтіп қарап отырсам, мұғалімдеріміздің біраз бөлігі жаңағындай былай айтқанда жүздері бері қарап, көп нәрсені түсінді негізі. Андай былай айтқанда тұлғалық дамуға көңіл бөліп, жаңа өсек өтік дегенді қойып, кішкене шындыққа көңіл бөле бастап, балалармен қарым-қатынас көңіл бөле бастап, өздері бүйтіп айтады да, кері байланыс. Шынымен де балаларға айғайлаған дұрыс емес екен деп өздері түсініп жатыр да. Біз келген кезде кәдімгідей андай кішкене бізде дико болды. Былай дәлізде кетіп барсаң, кәмелеттен енді аяйлап жатқан бір енді кектен ұрысқан бес атасында. Одан кейін тіпті мына дәлізде, мысалы кіреберісте тұра қалып ұрса салуы мүмкін, мысалы. Немесе мұғалімдер бір-бірімен ұрса салуы мүмкін деген сияқты, бір-біріне сөз қайтарып деген сияқты. Соны қазір енді Аллаға шүкір мектебіміз тынышталып, айтқанда кішкене атмосфера жақсарды. Бұрын кішкене ауырлау болатын аурасы. Қазір жақсарып, мұғалімдер бір-бірімен араласып,
енді ол сөздің ұяты жоқ қой, айтайын енді. Жаңағы ақыры шындықты айтуға келдік қой. Ауылда мектепте жаңағындай мерекеде болсын, мереке болмасын, мектепте ішімдік ішілетін. Бір туған күні болсын жинағалады да, сабақ біткеннен кейін өздері жиналып деген сияқты. Ішетіндер әрине, айтпаймын бүкіл мектеп деп, сондай болатын, бірақ тәжірибеде. Сосын біз келгеннен кейін әрине енді ол біздің құндылықтарымызға сәйкес келмейді. Біз айттық, енді ондай қалай айтсақ болады, енді ол нәрсені білу үшін бір діни, бір рухани білім керек емес. Ол қалай айтсақ болады, ол само собой нәрсе ғой. Сен заңға қара немесе адами неге қара, ол никак болмайды деген сияқты. Сөйтіп біз оны қойдырдық. Сол кезде алғашқы біз барған кезде алғашқы 8 наурыз мерекесі болды, әйелдер мерекесі. Сол кезде мұғалімдер құттықтаған кезде енді әрине ішімдіксіз болды. Сол кезде енді мұғалімдер өздеріміз арамыз сөйлескен кезде айтады да, мынау біздің жаңағы алғашқы спиртнойсыз корпоративіміз болды деп күліп енді әзілдеп айтып жатыр да. Сондықтан одан бастап мектепте мүлдем ішімдік ішілмейді. Тіпті біз айтатынбыз, мектеп қабырғасында болсын, қабырғасының сыртында болсын, ол мұғалімге вообще жат нәрсе деп айтамыз да біз. Мысалы, кейбір мұғалімдер андай сылтау болуы мүмкін да, ол мен жаңағы жеке өмірім ғой дейді, мектепте темекі тартып тұрған жоқпын деген сияқты. Сен ол жеке өмірің болса да ол сен көреді ғой бала бәрібір. Сен жаңағындай ол уже сен мұғалім болғаннан кейін сен бірінші жаңағындай өзің тұлға ретінде сол мұғалімге сай болу керексің да. Андай жаңағы мектепте мұғалім, мектептен тыс жерде жаңағындай бір жерде кальян шегіп, бір жаңағы клубта жүрсең, ол бәрібір көреді ғой. Мысалы, сен мүмкін әлеуметтік желі саласың, ол бәрібір көріледі деген сияқты. Сондай нәрсені тоқтаттық, Аллаға шүкір. Біраз енді сен барымыз мұсылманбыз ғой, енді ол енді неме шығар қазір әлеуметтік желіде ешқандай айта береміз ғой. Біраз мұғалімдер мысалы намазға келді былай айтқанда, оның өзі мысалы мен үшін, біздің команда үшін өте үлкен мысалы неді, қуаныш былай айтқанда. Алланың қалауымен сөйтіп жаңағындай келіп жатыр. Сөйлесіп отырамыз ғой, мұғалімдермен сөйлесеміз. Өзіміздің жаңағындай айттым ғой, енді келген кезде қолдайтындар, қолдамайтындар бөлінді да. Сол кезде өзіміз араласқан кезде айтады да, осы сендер жаңағындай бізге шынымен де Құдай жіберген ғой дейді да. Мысалы енді осы мектеп жаңа себебімен жіберіп, бірақ басқа жағынан жаңағындай өзгерістер болып жатыр дейді да. Вот сондай. Ауылымызға жаңағындай мешіт салынды, Аллаға шүкір. Қазір соны бір сөз етеміз бөлек. Енді шынымен де мұғалімдердің жаңа айтып жатсыз ғой, өзінің бір выгорать ететін кездері де болады. Мұғалімдікті тек қана бір айлық үшін жасап жүретіндер болады. Яғни бір кітаптан болды, бір 10 жыл, 20 жыл сол кітаптың аясында ғана сабақ беріп жүретін мұғалімдерді де көзіміз көрген. Мысалға, осы Алматы қаласында менде бір мектепте жұмыс жасағанда өте үлкен, жасы үлкен кісілер жұмыс жасайды да. Яғни жасы үлкен мұғалімдер енді жаман деп айтпаймын. Тәжірибесі өте көп, білімі өте көп та. Бірақ қазіргі баланың өміріндегі қызығушылықтарымен де біз сана салуымыз керек қой. Заманға сай болу керек. Қазіргі баяғы методикалармен отыр жаз деп айтамайсың. Қазір оларға бір ойын ойнату керек, қызығушылық беру керек, жаңағы бір видео көрсету керек, слайдың әдемі болу керек дегендей. Яғни сіздердің қазіргі жасап жатқан мақсаттарыңыз ол мұғалімнің бір жаңашыл методикасына көшіру. Сіз жаңа командада айтып жатсыз, бір веб біздің дизайнер бар, яғни ол кісі не істейді? Мұғалімдердің сабағын қызықты өтуге көмектеседі. Сіз сосын біздің сұхбатта айтып кеттіңіз, басқа қалаларға да барып, өздеріңіздің тәжірибелеріңізді таратасыздар, Вот сол жайлы бір кеңірек айтасыз ба? Не үйретесіздер ол жерде? Енді ол жобаның алдында бізде мындай болды. Біз өзіміздің айта кетейін, жаңағыдай алдында мұғалімдердің психологиялық рухани несін айттым ғой, дамыған. Енді академияға айтатын болсақ, Арлыбек Ағайдың жаңағындай бастауымен фондқа запрос жіберіп, қаржы шығарып алып, арнайы осы мұғалімдерді біз әртүрлі неге жібердік, семинарларға, тіпті жаңағындай Астанаға дейін жібердік. Барлығын жаңа қаржылай өзім қамтамасыз етіп, фондтан осы Астанаға жіберіп, мектептерді аралатып, енді мақсат енді көрсін деп. Біз мектептен басқа мектептер бар екенін, ол жақта қалай жұмыс істеп жатқанын, ол жақта мұғалімдер қандай, балалармен қандай қарым-қатынас құрады деген сияқты көру үшін соқа жібердік. Астанаға да жібердік, Алматыға да жібердік деген сияқты.
андай қазір әртүрлі курстар бар ғой, өрлеу курсы, мемлекеттік деңгейдегі. Ондай емес біздікі, официально емес, кәдімгі шынайы барып өз көзімен көріп, былай айтқанда тұлғалық көз ашып келеді да, ол да енді кем дегенде 1-2 айға саған мотивация да, былай айтқанда келесің да, мұғалімдердің өз көзімен көрдім келіп көз жанып кетеді да, осылай істеуге болады екен деп басады кәдімгідей ше. 1-2 айға кем дегенде мотивация алады балалармен. Ана мектептен көріп келдім, мен осыны істеймін деп, балаларға соны жаңа кәдімгідей практикаға бірден асырып, мектепте мындай әлі қойыпты, мен де соны сала білемін деп кәдімгідей өз класстарын безендіріп, кәдімгі сол кезде күшті көрдік біз, кері байланыстар. Одан да бөлек біз тимбилдинг істеп тұрамыз. Мұғалімдермен барлығымыз жинап, неге барамыз, пикникке барамыз. Ол пикниктің программасы болады. Жаңа тамақ ішіп қайту емес, кәдімгідей ойындар ойнатамыз, интеллектуалды ойындар, ынтымақтастықты нығайту мақсатында. Сөйтіп солай барлығын істей келе біз түсіндік, оқушыдан да бөлек, мүмкін одан да көбірек деңгейде мұғалімдерге де көмек керек екен. Оларды дамыту керек, олар да жаңағындай ішінде не болатқанын білу керек, олар қандай настроениемен келді сабаққа, жаңағыдай сабағын жаңағы жұмысын жақсы көріп жатыр ма, жек көріп жатыр ма деген сияқты. Сөйтіп бұл да енді алаң қалауымен бізге салған идея болды. Жаңағындай өзіміздің ауылда, одан кейін районда сөйтіп енді адамдар ести бастады да, бізді шақыра бастады жаңағындай. Бізге де бір мастер-класс өткізіп кетсеңіздер деп. Өйткені бұл эксперименталды проект енді қазір көптің құлағында ғой. Сол ести бастағаннан кейін адамдар шақыра бастады. Сөйтіп Өскемен естіді. Өскеменде біздің енді дос бауырларымыз бар. Мұғалім проекті бар, Жас Абай деген проект бар, енді естісеңіздер. Олар да жаңағындай мұғалімдікке оқытқан студенттерге қамтамасыз етеді, жаңағындай үйлерін қамтамасыз етеді, азық-түлік деген сияқты оқысандар болды дегендей. Сөйтіп сол бауырларымызбен қарым-қатынас байланысқа шығып, Өскеменнің жаңағындай Әлихан Бөкейханов атындағы педагогикалық университет бар. Сол жаққа 2 мәрте барып семинар беріп келдік. Одан кейін жоқ, мен Өскемен дедім ба? Семейдегі Әлихан Бөкейханов атындағы. Семейде болдық, Өскеменде болдық. Одан кейін бізді осы Алматыға шақырды. Алғаш осы подкасттан кейін неге барамыз? Заман скулға. Заман скул, жаңағындай Тамыз мектебі, одан кейін Галакси мектебі, сол жақтар бәріне объявление өздері таратып, мұғалімдер жинап жатыр. Сондай бастамамыз бар. Одан кейін бізді Астанаға шақырды, Жезқазған, Ақтауға шақырып жатыр жаздың күні. Сондай болып жатыр. Яғни сіздер ол жерде мұғалімнің өзінің пәніне деген бір жаңашыл көзқарастарды көрсету, дамыту, көмектесу деген, ең алдымен көмектесу. Сосын мына жерде де түртіп кеткім келіп тұр. Шынымен де мұғалімнің өзінің психологиялық, яғни дәрежесі жақсы болмай, мысалы ойлаңызшы, әйел адам мұғалім, үйінде бір проблемалар болып жатыр. Ол, конечно же, мектепке келген кезде полностью өзінің сабағына беріліп, ол жерде бір не бола алмайды, яғни бір нәтиженің азына ғана жетеді, тек дымға жетпейді деп айтпай қояйық. Яғни сол сияқты сіздер осы семинарлар арқылы, тренингтер арқылы мұғалімнің психологиялық жағында, кәсіби жағында айтарлық, командада жұмыс істеу жағына да көмек беріп жатсыздар. Мынандай сұрақ енді, тағы да қай жерлерде осы нәрсені бір көбейтесіздер? Алда қандай жоспарлар бар? Осы именно мұғалімді дамыту жағын. Бар ма ондай жоспарда? Мақсатымыз бұны жалғастыру. Жаңа айтып кетейін тереңірек, бұл жерде бұл семинарларда жаңағындай біз командамен барымыз да, әркімнің өзінің сөйлейтін бағыты бар. Барамыз семинарға, мысалы, Ықылас ағай шығады да, Ықылас ағай оныкі методика, таза методика. Жаңа жас мамандарға балалар қандай әдіспен оқыту керек, документация жағы, сосын балаларды қалай топқа бөлу керек. Ол кісінің қазір өзім бір зерттеп жүрген бір зерттеуі бар. Жаңа балаларға бір психотест өткізу арқылы балалардың психотипіне қарай бөледі балаларды. Кім-кіммен жұмыс істей алады деген сияқты. Сол туралы айтады. Сосын мен шығамда, менің тақырыбым педагогика психология. Яғни бала мен мұғалім арасында қарым-қатынас. Баламен сырласудың, достасудың жолдары былай айтқанда. Қандай баламен жақындасуға болады, қандай ойындар ойнауға болады балалармен, және сабақтан тыс қандай іс-шаралар ұйымдастыруға болады, балалармен қандай фильм көруге болады деген сияқты. Одан кейін Әлихан
ағайымыз шығады да жаңағыдай веб дизайн жағы, яғни айтып тұрған сөзін сабағында қалай әдемі етіп көрсетуге болады экранда, сол жағын. Сосын Арылбек ағай шығады да, ол кісі көбінесе соңында шығады, ол кісінікі жалпы мұғалімдерге деген мотивация. Оның кісінің тақырыбы не үшін мен мұғалім болдым, немесе не үшін мұғалім болу керек, мұғалім деген ол қандай мамандық деген сияқты. Сосын еще андай нелер бар, айқайсыз тәрбие деген сияқты әртүрлі мұғалімдерге қатысты тақырыптар бар. Осы әзірге бір өзіміздің енді ойдан жаңағыдай еске түсіріп тәжірибеден алған дайындап қойған нелеріміз бар, сабақтарымыз әзірге бір 7 тақырыптай бар бізде, былай кейсімізде. Әрі қарай нете береміз деп ойлаймын, тақырыптар көбейе береді деп. Сіздер Казнаков деген енді қазақи жер деп те былай қалай айтсам екен, яғни орыс ауылы, иә, шынымен де орыс ауылы. Сол жерге мешіт салдыңыздар, Алланың қалауымен, шынымен де идея Аллахтан. Сол жайлы айтып берсеңіз, бұл жоба қалай жүзеге асты, қалай идея келді, яғни ол жердегі қазіргі бір состояние дейміз, қазіргі жағдай қалай? Әрине бұл мешіт салу жобасы мүлдем ойда болмаған нәрсе ғой, енді белгілі нәрсе ғой. Бұл жаққа барған кезде біз байқадық, жамағат болғаннан кейін жұма намазға бару керек деген сияқты бірден байқадық. Жұма қайда барасыңдар деп. Енді мектепте 1-2 адам айналдырған жұмаға барады екен. Көрші ауылдарға барады екен. Көрші ауылдың мешітіне барады, сөйтіп барып жүрдік бізде. Сол идея келді, неге осы ауылға мешіт салмасқа деген. Сөйтіп бірден былай достарымызға, барлық осы командада қандай таныстарымыз сол жан-жаққа бәрін жариялап, осыған атсалысайық деп, бауырларымызбен, барлығымызбен таза әуелі Алла, екінші жамағаттың күші, жамағаттың берекесі, сөйтіп бастап кеттік. Бұл енді Алланың ісі болғаннан кейін Алла өзі істеп берді барлығын. Акиматтан жері табыла қалды, ауылдың қақ ортасынан. Сөйтіп жерді алып бастап кеттік енді. Қанша қаражат бар, сонымен фундаментін құйып бастап кеттік. Енді айттық қой, жаңа орыс ауылы болғаннан кейін түптамыр және аты енді Казнаковка айтыпты ғой енді. Орыс ауылы екен бұл жақта. Қазір Құлынжон деп өзгертілді. Бірақ қазір енді шамалы араласып, халқы 70-30 болды. 70% қазақ, 30% орыс қалды. Бірақ бәрі бұл жерде сезіледі. Орысша менталитет сезіліп тұр, адамдардың сөзінен де былай жаңағындай дәстүрлерінен де былай көрініп тұр. Сөйтіп бастап кеттік. Осы 2023-тің желтоқсан айында дайын болды. Желтоқсанның 20-сы ашылу салтанаты болды. Аллаға шүкір мешіт салдық. Енді 2,5 жылға кетті мешіт құрылысына. Өйткені енді қаражаттың түсуіне байланысты деп отырдық. Оның үстіне бұл андай емес қой. Құрылысшылар жалдап, ал басында дейтіндей тек қана сол ауылда кім бар, соларға жүрдік. Және бұл жерде айта кететін нәрсе, тағы да бұл жерде мұғалімдерді, мешіт салып жүрген мұғалімдер қарасаңыз. 90%, мүмкін 95% мектеп мұғалімдері плюс мектеп персоналы айтқанда. Мектепі бар ғой енді, жүргізуші бар мектепте, тех персонал бар, охранник бар деген сияқты. Сол кісілерді былай айтқанда тарттық жобаға. Сол бірақ шыны керек ауылда бір қолдау қатты болған жоқ. Айтым орысша болды деп. Оның үстіне ауылдың адамдарын мешіт құрылысына тарту өте қиын болды. Опять айттым ғой, сол мектеп жүрген адамдар барамыз, біз азбыз, жұмыс өнбейді. Құрылысшы емеспіз. Құрылысшы емеспіз, не істейміз деп әйтеуір басамыз білетінімізді. Сосын енді жаңағы құрылысшы ағаларымызға орда арасын шақырып отырамыз. Олар келеді, мынаған дұрыс емес, былай ғой деп. Ол да қиын болып қалды, бір жерін бұзып, бір жерін түзетіп деген сияқты айтып сөйтіп жүрдік. Алла тағала өзі сол мешітті көтерді. Сосын былай болды. Мешіт саламыз деп бастаған кезде өзім бастық деп айттым ғой, бірақ одан кейін Айдар Рахимбаев осы проекттің инициаторы, спонсоры айтты, мешіт саласына ма, давай онда бізде Б групптан жаңағыдай қолдау көрсетейік деп. Полностью жаңағыдай нетті, дизайн өзгертіп, енді мешіт деген ол бір салғаннан кейін енді ақырзаман тұратын нәрсе ғой деп, үлкен әдемілеп салайық деп, дизайн бәрі өзі Б групптан архитекторларын жалдап, тапсырма бергізіп салғызды.
сөйтіп оны салып бітірген ойлаймын, осыған не қойып қоюға болатын шығар да, суреттерін сосын сізге жіберсек. Мешіттің суреті енді өте андай футуристикалық дизайнда шықты. Ана тек қана мешіттің фотосын қарасаң ауыл деп ойламайсың негізі. Былай енді ауыл мешіттері былай ғой, жаңа қараған қызыл кірпіш, шатыр деген сияқты былай күмбезімен. Ал ондай бір модерн стильде шықты да, әдемі. Сол. Бірақ алғашқы қазір мешітімде жамағат көбейіп келе жатыр. Жаңа кезінде енді кейбір қарсы болғандар, көмектесуге келмегендер қазір намазға келіп күшті жамағат болып отыр қазір. Сосын мешітіміздің бір ерекшелігі, қасында қатымханасы бар. Асхана былай айтқанда. Ол жерде жаңағы құдай астар беріледі. Адамдарға сол жерде. Енді мақсат сол қатымханадан түскен ақша мешітке көмек тиіп тұрсын деген сияқты мақсатта. Сол жалпы мешітті былай айтқанда осы жаққа келдік қой, енді ауыл мектебіне көмектесеміз деп. Былай қарасаңыз күтпеген жерден Алла тағала осындай бізді сол жұмысқа бізді қатыстырып, біз сондай бір құрметке бөлеп қойды да, былай айтсаңыз. Мысалы мен Астанада жүрген кезде ешқандай ойламаушы едім, мен мешіт салуға бір көмектесемін деп ше. Былай енді көмектесің ғой, былай садақа беріп деген сияқты. Ал былай енді тікелей соған бір атсалысып, соның басқасынан жүру деген мен үшін бір сондай бір не болды да. Күшті бір сезім болды. Осында біздің қолымыз тиді ғой деп. Мұсылман адамның өзі артынан қалдыратын үш нәрсесінің бірі ол, яғни бірінші білім болатын болса, екінші мектеп, я болмаса мешіт, ең үшіншісі сол салиқалы ұрпақ. Яғни сол нәрсемен иншаллах сіздердің де сауаптар жазыла берсін енді сіздерге. Шынымен де қазір өзім отырып қуанып отырмын. Жүрегім алып ұшып, прям күшті нәрселер екен. Сосын бір қызықты жағдай айтып берейін. Ауылға бізде командамызбен бірге мен бір оқушым келді. Астанада орталықта ол бала менде 6 класста оқыған кезінде, 2019 жылы қателеспесем. Оны да нишке тылға дайындадым. Сөйтіп жақын араласып кеттік ол оқушымен, інімдей. Смарт жабылғаннан кейін ол үйіме де келіп тұрды, үйіме келіп қонып, үйіне отбасымен барлығымен араласып кеттік, туысқандай болып. Сосын мен осы ауылға көшкен кезде ол мені Инстаграмда көріп қалады. Әлшер қайда жүрсіз деп, мен айтамын, осындай ауылға көшіп бара жатырмын проектпен деп. Сосын оған да әзілетін айтып салғам ғой, давай келесілші деп менің қасыма. Сосын ол соны мотивация алып, мамасына айтып, мамасын көндіріп, мамасымен де сөйлестік, осылай қалай болады деп. Соның бәрін сөйлесіп келісіп, ақыр аяғында сол жылы, біз кеткен жылы 3-90-ды бітіріп, ол жігіт мектептен документтерін алып кетіп, мамасымен келді. Енді үлкен жол енді 1100 километр, Астанадан Өскеменге, Өскеменнен машинамен ауылға деген сияқты, тау таспен жаңағыдай серпантинмен келіп, мамасы маған жаңағы доверенность жазып кетті, мен қолыма тапсырып, сөйтіп ол жігіт қазір ауылдан 8 класс бітірді, 9 класс бітірді, биыл 10 класс бітіреді. Қазір ол мен өзім қолымнан Арлыбек Айдың несін тапсырдым. Қазір Арлыбек Ай ол жігіттерге алгебра геометрияны сабақ береді. Өздерінің жаңағы күшті мақсаттары бар, жаңағыдай ауылдан бітіріп IELTS тапсырамыз, шетелдік университеттерге жаңағыдай тапсырып көреміз деген сияқты. Сол мақсатта жүр қазір ол жігіттер. Сөйтіп бала жаса осы ол жігіт менің қасымда жүр, бізбен бірге тұрады, біздің үйдің баласындай, бізбен бірге жатақханада тұрады. Енді оған да былай қарағанда күш нәрсе ғой, ағалардың қасында өмір сүріп жатыр, жамағаттың ішінде. Ол жігіт те мысалы осы жаққа келіп намаз бастап кетті. Әке-шешесі бәрін біледі, без проблема, ата-анасы оған қарсы емес. Вот сондай жігіт, ол да мешіт салуға атсалысты. Сөйтіп жаңағыдай осы ауылда 11 бітіріп, дальше жаңағыдай мықты өнерге түсем деген өзінің мақсаты бар. Машаллах, яғни сіздердің жасап жатқан істеріңіздің уже бір жалғастыратын бір лидер қалыптасып келе жатыр деп білеміз иншаллах, шынымен де жасап жатқан істеріңізге қарап тұрсақ, қазіргі таңда прям жақсы, енді сөзбен жеткізе алмаймын. Шынымен де өте жақсы, өте керемет. Аллах тағала сіздерге күш қуат берсін, абырой берсін, ең алдымен абырой берсін. Осындай проекттеріңіз көбейе берсін. Өйткені қаншама ауылдарымыз бар біздің, қаншама мұғалімдеріміз бар көмек қажет ететін. Ол ауыл болсын, қала болсын, басқа болсын. Таңдаулы мектептер бар. Мысалы Ништик өзіміз 8 жылдай жұмыс жасадық. Ол жерде мұғалімдерге көп возможность беріледі да, бірақ зона комфортаға салып тастайды. Яғни ол жерде енді қарап отырсам, өзіме салып көрсем, шынымен де ауылға барып сен жұмыс жасай алатын бедің деген сұраққа өзім де жауап беруге қиналатын едім.
яғни бүкіл комфортымды, бүкіл үйімді, жүріп жүрген жолыңды да тастап сол жақтан жаңадан бір нәрсе бастауда, ол оңай шаруадан емес. Шынымен де сіздердің командаларыңызға сәттілік тілейміз. Алдағы уақытта тағы да қонаққа шақырамыз, жаңадан айтатын бір жаңалықтарыңыз болса күтеміз сіздерді. Шынымен де бүгінгі подкастымыз өте ерекше болды. Негізі біз көбінесе осы психология, әйелдің психологиясы, ер адамның психологиясы деген жаққа қарай көңіл бөлетін едік. Бүгін мұғалімнің психологиясын, яғни қазіргі жастардың бір жаңаша көз қарасын аштық деп ойлаймын. Жақсы, сізге де көп рахмет шақырғандарыңызға. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Осындай пайдалы подкасттар көбейе берсін. Бұл айтқанда халыққа тегін былай білім ғой. Психология жағынан әртүрлі мамандар шақырасыздар. Бұны өз ютубтан тегін мысалы білім үйде отырып былай айтқанда миыңды тұлғалық жаңағыдай көзқарасын дамыта беруге болады. Сіздер де өрлей беріңіздер. Рахмет. Істеріңіз ала баса берсін. Сонымен құрметті көрермендер, бүгінгі подкастымыз соңына дейін жетті. Бізге жазылуға және комментарий, лайк басуға ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатты болыңыздар. Рахмет.